Allah Tağala Kur'an-ı Kerim'de aytadı: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Ва адамдар, сонда сендерге өздеріңнен болған, сендердің қиыншылық апаттар шегулеріңнен қиналушы, сендердің тура жол хақ дінге келулеріңе құштар болған, және барлық мүміндерге мархаметті, мейірімді болған бір пайғамбар келді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздердің қандай да бір қиыншылық, ол дүниелік болсын, ақыреттік болсын, қиыншылық, жапа шегуімізге қиналады. Ағайындар, жалпы бұл аятты жай оқып кетпестен үйге барған кезде қайта-қайта, егер үйіңізде Құранның аудармасы болса, қайта-қайта оқыңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның біз үмбетіне деген мейірімділігінің, біз үмбетін ойлайтынның білдіретін өте үлкен үлгі көрсететін аят десек қате кеткен болмаспыз. Бір ғана мысалмен айтайыншы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мейірімді болғандығы жайлы. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітте дәріс өткізіп, сабақ беріп жатса, мешіттің шетіне бір даланың арабы келеді де, зәр шығара бастайды. Тұрып алып зәр шығара бастайды. Сонымен мешіттегі жиналған сахабалардың барлығы орындарынан қарғып тұрып, ананы ұрмығын, енді субханалла, мешіттің шетінде дәрет сындырып жатса, қалай адам ашуланады? Сондай қатты барлығы ашуланып жатады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Тиіспеңдер" дейді. "Үндемеңдер" дейді. "Бітірсін енді" дейді. "Ақыр бастап қойды, бітірсін енді" дейді. Дәретін сындырып болғаннан кейін шақырып алады, айтады: "Бауырым" дейді. "Бұл Алланың үйі" дейді. Алланың үйінде дүниенің әңгімелері, жаман әңгімелер, жағы лас, нәжіс нәрселер істеуге болмайды деп жағдайды жақсылап көркем түрде түсіндіреді. Сол кезде жағы кісі бұлай деп айтады да: "Уа Раббым Алла, мені және Мұхаммедті өзіңнің мейіріңе бөле. Бізбен бірге өзге ешкімді мейіріңе бөлеме" деп айтады да. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күліп: "Әй пәленше, Алла Тағаланың сонша кең мейірін тарайтып қойдың ғой" деп күліп не алады. Айтайын дегенім, осындай қате кетіріп, қате жасап жатқан адамның өзіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мейірімді болып, мейірім көрсете білгенді. Біздің әрбір қиыншылығымызды, әрбір жапа шегуімізге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиналады. Әрбіріміздің ислам дінін қабылдауына және ислам дініне бекем болуына өте мұқият. Мысалы, Таиф қаласынан тасборан қылынып қуылып кеткен кезде де, Аллах субханаху ва тағала Таиф қаласының еркін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға берген кезде де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол қауымға, бұлар білмей істеп жатыр, білгенде бұлай істемесе еді, "Я Раббым Алла, хидаят бір, тура жол бер" деп осылай бір жақсы дұғалар жасатты. Еш уақытта қарғаған жоқ. Ағайындарым, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуды жадымыздан шығармайық. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад.